сіздер енді қазақтың балалары болғаннан кейін білулерің керек. Қазақтың салт дәстүрінде жаңа дүниеге келген сәбиді баланы бесікке салады. Ол бұрыннан келатқан қазақтың салт дәстүрі. Балалы үй базар деп айтады. Қазақ балалы үйде береке бар деген. Балалар біздің өміріміздің жалғасы. Сендер өсіп келатқан жас ұрпақсыңдар. Соны қазақтың салт дәстүрін білулерің керек. Бесік неге керек, білесіңдер ме? Айтыңдаршы, бесік неге керек? Бөпені жатқызуға. Бөпені жатқызуға. Сосын бөпені ұйықтатуға. Мамасы тамақтандырып, бөпесін ұйықтатады, бесікке салып. Білесіңдер ме сендер? Кішкентай кезінде, кішкентай кезінде бесікке баланы бөлегенде, бала таза жатады, жылы жатады. Бәрінде сол бесіктен өсіп шыққан кішкентай бүлдіршінсіңдер. Балалар, енді біз қазір кішкентай дүниеге келген сәбиді бөпемізді бесікке саламыз. Соны сендер қараңдар, тамашалаңдар. Сосын ертең айтасыңдар кластағы балдарға. Біз соны көрдік, бөпені бесікке салдық, тыштырмай жедік деп көргендерді айтасыңдар. Қазір кішкентай бөпемізді бесікке саламыз. Балалар, мына өздерің көріп отқандай бесік, бөпені, жаңа дүниеге келген сәбиді осы бесікке салып, анасы тербетеді, ұйықтасын деп, ұйқысы тыныш болсын деп. Мынау қазақтың бесігі, атам заманнан келе жатқан, ата-бабаларымыздан қалған үлкен мұра. Осыған жаңа дүниеге келген сәбиді бөлейміз. Бесік не үшін керек? Бесік бала жылы жату үшін, таза болу үшін керек. Бесіктің мына жерінде мынандай тесігі бар. Бұған түбек орнатамыз. Түбек баланың... Неге керек? Ол түбек бала жақсы ұйықтасын, ұйқысы тиіш болсын, дәреті шайқалмасын, тазалық үшін керек. Тазалық үшін керек. Сосын бесікке көрпешесін төсейміз. Бесіктің жастығы болады, сәбидің көзіне арналған. Екі қолбауы болады. Бөпе тиіс жатсын, аяқ жағын таңып қоямыз. Кеуде тұсын екі қолын таңып қоямыз. Бөпе сонда тиіс жатып ұйықтау керек. Бірақ бөпені бесікке салмас бұрын тыштырмай істейміз. Бөпенің ағзасы жақсы болсын, іші ауырмасын деп. Ал қанеке, тыштыр. Тышты ма, бөпесі, тышты ма? Тышты ма? Тышты. Кел, Алихан кел. Екі қолын сал. Бөпен көп болсын сенің міне. Мамаға айтып барасың, көп бөпе туды. Әне. Бөпе тышты ма? Тышты ма? Тышты ма бөпе? Тышты. Тышты, тышты де. Ой, молодец міне. Тарақ қоямыз. Атқа мінер ер болсын, елін қорғаған өжет ер болсын деп қамшы қоямыз. Өжет болсын деп кездік қоямыз. Сосын міне бесікті отпен шылап аластаймыз. Бисмилла, алас. Баламыздың ұйқысы тиіш болсын, тілінен сақтасын, көзінен сақтасын. Ал әжесі бөпесін әкеле ғой, мына кішкентайлар көрсін, бөпесін бесікке салайық. Бесікке салайық. Ал балдарыма міне бесікке салу деген мынадай болады. Қараңдар әжелеріңе. Еркебұланды бесікке салайық. Еркебұлан үлкен азамат болсын, ер жігіт болып өссін, халқының қалаулысы болсын, елінің елеулісі болсын. Кішкентай бөпе ұйықтасын, бесікке салайық. Бөпе жатып ұйықтайды, кеш жатып. Бесікке бөлейміз бөпені. Кеш жатып ұйықтасын, ұйқысы тиіш болсын. Ал, енді не істейміз? Әсіне үкі тағады. Не үкімізді тағайық. Бала кішкентай кезден әсемдікке, әдемілікке, тазалыққа үйір болсын деп, қазақ осылай бесіктің басына үкі таққан. Бала, бесік баланың жылы ұясы. Осында жатып ол өседі, үлкен жігіт болады. Бесікті енді бөпеміз бесікте тиіс жатып ұйықтасын деп,
ата бабалары қорғасын, қолдасын, өмірі ұзақ болсын деп аталарының киімін жабады жетілейін. Әжелеріндей ұзақ, үлкен жасқа жетсін. Ата әжелерінің жолын берсін. Еліне қорған болар үлкен азамат болсын. Қамшы атасының қамшысын қоямыз.